Салам баршаңызға. Эгофтағы соңғы өзгерістерге байланысты мен сіздерге жаңа видео түсіремін деп шештім. Алдын бізде профиль батырмасын басқан кезімізде жанұя деген батырма шығатын еді. Қазіргі таңда ол жанұя деген батырма мұнда шықпайды. Ол бізде бастапқы бетке ауысты. Сол жақта бастапқы бет дегенді басамыз. Сол жақта жоғарыда цифрлық құжаттар дегенді басамыз. Енді екінші тұрған жанұя деген батырманы басамыз. Дәл осы жерде баланы қосу деп өз балаңызды қоса бересіз, егер де тіркемеген болсаңыз. Егер де балаңыздың құжаттарында бір қателіктер немесе сұрақтарыңыз болатын болса, көмек деген төмендегі батырманы басып, өзіңіздегі қателіктерді, кемшіліктерді толықтыру мақсатында сұрақтарды қоюларыңызға болады. Ал ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться еттіңіздер. Және де бізден жаңа ақпараттар күтіңіздер.